хатшым бар, сол бар. Өзі бар, хатшы. Болмаса не болады. Қосылды ма? Video trading group means презентация жолбайс. Секретарь, я еще Асия қосылды ма? Қайырлы құрметті қоғамдық қатысушылар, бүгінгі видео онлайн және офлайн форматында отырып, қатысушылар қатысып отыр. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы экологиялық бағалау материалдары бажир учаскесіндегі ұңғымаларды конструкциялау және қайта консервациялауға арналған ұлттық техникалық жобасы бойынша өткізіліп отыр. Қоғамдық тыңдаудың ашықтығы жарияланды. Бүгінгі қоғамдық тыңдауға қоғам өкілдері, ауданның ақсақалдары, мемлекеттік органдар, депутаттар шақырылған. Қоғамдық тыңдауды өткізу ережесі сәйкес тыңдау туралы ақпараттарды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына, газеттерге және теледидар хабарласу арқылы таратылды. Қоғамдық тыңдауды өткізу қағидасының 7-ші тармақшасына сай тыңдау орны Мақат облысы, Атырау облысы, табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармалары басшылығымен Мақат ауданы Мақат кентіндегі мәдениет үйі болып бекітілді. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен Мақат ауданы әкімінің орынбасары Жайкен Бекәлі орынбасары. Сонымен қатар қоғамдық тыңдау басталмас бұрын қоғамдық тыңдаудың хатшысын бекітіп алуымыз керек. Бұл жерде тапсырыс беруші Медиа Дрилинг Групп жауапкершілігі серіктестігі ұсыныс түсіп отыр. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың хатшысы ретінде Жолдыбаев жеке кәсіпкерлігінің эколог маманы Серебаев Боранбайды тақырыпқа ұсынып отыр. Келісеміз бе? Қарсы емессіз ғой? Онда бүгінгі тыңдаудың хатшысы бекітілді. Онда регламентке тоқтап өтейік, регламентке. Баяндама жасауға 15 минут уақыт, қосымша сөйлеушілерге 3-5 минут уақыт беріледі. Және де осы жоба бойынша қоятын сұрақтарыңыз болса, өздеріңіз танысу арқылы кезек тұрып, жоба бойынша сұрақтарыңыз қоюға болады. Сіз айтылған ұсыныс пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз, алған жауаптарыңыздың бәрі хаттамаға енетін болады. Тағы да осы жиналыс басталмастан айта өтейін, бүгінгі жиналыс бейне түсіріледі, және осы жиналыстың хаттамасы 2 жұмыс күні ішінде экопорталға жарияланатын болады. Содан таныса алатын болса. Егер де ешқандай қарсылық болмайтын болса, күн регламент бекітілді. Олай болса, сөз жоба бойынша презентация жасау үшін сөз Жолдыбаев жеке кәсіпкерлігінің өкілі Жолдыбаев Өркен Дәулеткерейұлына беріледі. Экологиялық бағалау материалдар бар, базар учаскесіндегі ұңғымаларды конструкциялауға және қайта консервациялауға арналған жоба қоршаған ортаны қорғау бөлімі. Сіздің дауысыңыз естілмейді, микрофон үйінде тұрғансыз ба? Ана онлайн департамент экологияда сақтап жүрген УПР-дің ісіне қалып замечание сол үшін. Микрофон мана қосып қойып ма? Хорошо.
қатысушылар, бүгінгі бізге тақырыбымыз экологиялық материалдар бар бажы учаскесіндегі ортаны қорғау бөлімі табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары. Жобалар экологиялық кодексте қоршаған ортаның миссияларын және міндеттерін айқындау әдістемесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 10 наурыздағы нөмірі 63-ші бұйрығына сәйкес әзірленді. Экологиялық бағалауды жүргізудің мақсаты табиғи ортаның қазіргі жай-күйін зерттеу, табиғи ортаның құрамдас бөліктерінің өзгерістерінің негізгі бағыттарын және олардың әлеуметтік саладағы туындайтын салдарын айқындау, жобаға енгізуі және қоршаған ортаны қорғауға бағытталуы тиіс іс-шаралардың құрамы бойынша ұсынымдар әзірлеу болып табылады. Қарастырылып отырған материалдар мыналар қамтиды: жоспарланған қызметтің қысқаша сипаттамасы, жерді пайдалану, орны мен шарттары туралы мәліметтер, қоршаған орта және әлеуметтік экономикалық орта туралы мәліметтер, көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға әсер етуінің ықтимал түрлері, атмосферадағы ластаушы заттардың жер бетіндегі концентрациясын есептеу және модельдеу, қоршаған ортаға антропогендік жүктемені азайту жөніндегі табиғат қорғау іс-шаралары. Кәсіпорынның атауы Медеу Интеллект Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, орналасқан жері Бажы учаскесі, Атырау облысы, Қызылқоға және Мақат аудандарында орналасқан. Қызмет түрі мұнай және ілеспе газ болып келеді. Әкімшілік бөлінісі бойынша Бажы учаскесі, Атырау облысы, Қызылқоға және Мақат аудандарында орналасқан. Бажы учаскесінің геологиялық бөліну ауданы 83,12 км² құрайды. Елді мекендер және оларға қашықтығы Атырау қаласы оңтүстік батысқа қарай 160 км, Мақат кенті учаскесінен 28 км қашықтықта орналасқан. Бажының қатысуымен жоспарланған қызмет қажетті өндірістік операциялар орындау кезеңінде атмосфера ластаушылықтардың түсумен қатар жүретін болады. Бұл олардың атмосфералық ауаға ықтимал әсерін бағалауды талап етеді. Табиғи ортаның негізгі компоненттерінің бірі ретінде атмосфералық ауаның сапасын жобаланған объекттің қоршаған ортаға және халықтың денсаулығына әсерін бағалаудың маңызды аспектісі болып табылады. Келісімшарт негізінде Медеу Интеллект Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жер қойнауын пайдалану болып табылады. Бажы учаскесіндегі көмірсутек шикізатын барлауға өндіруге 2024 жылдан бастап 2030 жылға дейін. Бажы учаскесінің геологиялық бөліну ауданы 83,12 шаршы метр құрайды. Дайындық жұмыстары жүргізу кезінде крейс қондырғысын монтаждау кезінде ластаушы заттардың бөліну көздерінің саны 24 бірлікті құрайды. Оның ішінде 12-сі ұйымдасқан, 12-сі ұйымдаспаған көздер болып саналады. Ұңғымаларды қайта консервациялау жұмыстары жүргізу кезінде 16 ластаушы көз, 8 ұйымдастырылған, 8 ұйымдастырылмаған болып келеді. Объектілерді сынауға дайындық жұмыстары жүргізу кезінде 22 ластаушы көз болып табылады. Оның 10-ы ұйымдасқан, 12-сі ұйымдаспаған болып келеді. Ұңғымаларды реконструирлеу және қалпына келтіру 2025 жылдың бойынша 172 тонна шығады. Ұңғымаларды сынау бойынша 5 тонна шығады. Бажы учаскесінің көздеріне арналған санитар қорғау аймағы 1000 метр болып белгіленді. Қалдықтарға тоқталып кетіп болсақ, Медеу Интеллект Групп жауапкершілігі серіктестігі өндірістік қызмет барысында қалдықтар орнатпауы үзілді. Айта кететін болсақ, бұрғылау шлангтары, дәнекер өгейлік топтары, тұрмыстық қатты қалдықтар және металл сынықтары. Әсия келесі. Мына кестеге қарайтын болсақ, мұнда
экологиялық бақылау бағдарламасы және іс-шаралар жоспары. Атмосфераны жай-күйін өндірістік мониторингтеу, әуе бассейнінің өндірістік мониторинг бақылауын ұйымдастыру, деректерді жинау, кәсіпорынның өндірістік қызметінің атмосфералық ауаның жай-күйіне әсерін талдау және бақылауды қамтиды. Мониторингтің түпкілікті нәтижесі өндірістік объектілердің қоршаған ортаға зиянды әсерін болдырмау және азайту бойынша уақытылы шаралар қабылдау болып табылады. Бізде осы 2020 жылы қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар. Бізде құрылыс алаңдарында шаңды басу бойынша жұмыстар жүргізіледі. Жылжымалы көздердің шартын астау шарттарын төмендету және алдын алу іс-шаралары жүргізіледі. Өндірістік экологиялық мониторинг жүргізіледі. Жылына бір рет шаруашылық тұрмыстық сарқынды сулар жинау үшін септіктер орнату, жобаланатын алдыңғы автокөліктердің қозғалысы және құрылысқа байланысты жұмыстарды орындауды болдырмау, бөлінген жерлерді қайтадан қалпына келтіру, яғни рекультивация деп аталынады бұл. Әкімшілік аймақтарға көгалдандыру, яғни бізде бірінші санатта болғасын, бізде 10 метрде санпин бойынша бізде 40% көгалдандыру жатыр. Сонан кейін келісімшарт негізінде қалдықтар жинау және алып кету, мердігер компаниямен келісімшартқа отырып, жаңа аталған тұрмыстық қалдықтар, бүкіл қалдықтардың барлығын сол кісілермен келісімшартқа отырылады. Бұрғылау кезінде шыққан шланг пайдаланған бұрғылау ерітіндісін жинау үшін су өткізбейтін инженерлік қондырғымен қамтамасыз ету және тағы басқа сондай жұмыстар осы іс-шараларда қарастырылған. Назарларыңызға рахмет. Бұл іс бойынша былтыр тамыз айында бізде рұқсат алынған. Тамыз айынан бастап қаңтардың 14-інде бізде рұқсат алынған былтыр. Табиғаттың қолайсыздығына байланысты былтыр жұмыс жүргізілген жоқ. Сондықтан биыл қайтадан осы іс-шара өткізіп экология рұқсат алуға. Ал енді құрметті қонақтар, Медеу Дриллинг Групп компаниясының басшысымын. Осы өзімді таныстырып кетейін. Мен осы Аққыстау кент орнының сол жерде туып өскен, сол жердің баласымын, ауылдастары. Енді ол жерде Матин компаниясында, Жолдыбай компаниясында жұмыс жасаған. Сол кезде мына Союздың кезінде бар жер учаскесін кезінде жер зерттеген 83-84 жылдары. Сол жерде 2 скважина қазылған, оның астында май бар деп, бар жер учаскесін белгілеп кеткен ол атын, бар жерде. Енді сол жерді өткенде аукционға шығарғанда, сол жерді алып көрейін. Енді кішкентай шағын жер ғой, сол сордың үстінде тұрған. Сол сордың үстінен көрейін деп, дәмеленіп атқан. Құдай қаласа, енді аржағында мұнай шығып кетіп, ол жерден үлкен объекті ашып жұмыс жасалатын болса, осы Мақат ауданы мен Қызылқоға ауданының поддержка жасап көмектесуге мен әрқашанда дайынмын. Өзім ауылдық болғаннан кейін осылай көмектесемін деген ойым бар. Бұған дейін де Матинде жұмыс жасаған кезде Матиндегі Қызылқоға ауданына парк салып берген. Одан кейін Ақтөбе облысында жұмыс жасағанда Байғайын ауылына парк салып, Қопа ауылына парк салып, сөйтіп ауылдық мекенге көмектескен. Үлкен кісілер бар, әлі де айтып отырады, сұрасаңыздар, еңбек қарпес десеңіздер біледі. Сондықтан мына жеке өзім бөлек шығайын, жұртқа жұмыс жасағанша деп өзім бастап қарап атқан. Осы жерді зерттеп көрейін деп, зерттеу жұмыстарын жасауға бастау үшін осылай проект жасау керек, экологиядан рұқсат қағаз алу керек. Сол үшін мына ауылға ертең машиналармен келгенде халық, мынау не машина, не деп жүрген машина деп айтпасын деп, осылай қоғам тыңдауға келіп сіздерді ескертіп, сіздерге айтып отырған жайы бар. Сұрақтарыңыз болса, айта беріңіздер. Енді жоба бойынша таныстырып өтті.
қатысушылар тарапынан сұрақтарыңыз болса қоюға рұқсат. Бұл жерде менде бір сұрақ болды ғой. Бір сұрақ ұсыныстарымыз бар. Бұл жерде сіздер осы жоба кезінде бұрғылау жұмыстары жүресіз ғой, зерттеу жұмыстары кезінде шыққан қалдықтар, қоқыстар, соны қайда төгесіздер, төгетін компаниямен келісімшарт бар ма араларыңызда? Себебі қоршаған ортаға зиян келмеу керек, табиғатты ластамауымыз керек. Қазір өздеріңіз білесіздер, президенттің тапсырмасына сәйкес таза Қазақстан акциясы жүріп отыр. Сондықтан да осы мәселе қалай шешесіз ертең? Бұл мәселе енді біздер жұмысты бастайтын кезде осы Мақат ауданы жақын ғой бізге. Содан кейін Мақат ауданы ТПО мен ЖГОС-тың тапсыратын жерге договорға отырамыз. Жұмыс бастардың алдында. Сосын барып осы акиматпен бірге жұмыс жасаймыз. Кіммен отыру керек, кіммен қалай жұмыс бастау керек, соның бәрін договорға отырып, содан кейін барып жұмыс басталады. Жақсы, рахмет. Онда енді алдағы уақытта жұмыс басталатын болса, онда тазалық мекемесімен сіз жауаптарыңыз соны доғырып отыр. Біздің мақсат енді айналып ластамау, жер болса да, дала болса да, ол қанша жер болғансын жерде ластамау қарағымыз керек бәрімізде. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Бұл сұрақ бар. Мына жаңағы айтасыз ғой, егер де жұмыс басталып кетсе, мына біздің елдің азаматтар, мамандарда осы жұмысқа аласыздар ма? Енді біздерде мысалы мөлшер бар ғой, мамандар бар мысалы. Сіз сияқты экологтар бар. Солар біздің жергілікті адамдарда жұмысқа қамтисыздар ма? Қалай? Осы ойынан бір сұрақ біздің енді түсінікті. Бұл мына жерлер ашылғаннан кейін, зерттеп алғаннан кейін енді даладан адам іздемейміз ғой. Өзім осы тұрғылықты ауылдың адам болғаннан кейін сырттан даладан алып келетін адам жоқ қой. Осы жерде осы мамандар, мұнай саласында жасаған мамандарды акиматқа қағаз жібереміз. Акимат бізге списогін береді, мынандай мамандар бар деп, сол мамандарды жұмысқа аламыз. Жалпы дұрыс айтасыз, Елаза. Менде ұсыныс ретінде қойып отыр бұл мәселені. Енді ауданға біздің аумаққа осындай компаниялар келген кезде біздің мақсатымыз, міндетіміз аудандағы жұмыссыз тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз ету. Бұл жерде мансап орталығын белгілеу жоқ. Қазір телефон осы компаниялардың өкілдерімен телефон алмасасыздар, байланысып отырасыздар. Сосын алдағы уақытта менде де тағы ұсыныс бар. Егер зерттейсіздер жердің астынан мұнай анықталатын болса, барлау жұмыстарына келіп кірісесіздер ғой. Сол кезде көптеген жұмыс шығады. Жалпы алдағы уақытта осы өзіңіздің компанияңыз қазір айтып отырсыз, Алматыға келгенде. Сол компанияңызды осы ауданға біздің жергілікті осы кірістер басқармасына тіркесеңіз, себебі салық осы аудан салық базасын кеңейту керек, соны бір ұсынысымыз бар біздің. Сіздер түскен жер салығы, мүлік салығы ауданға түссе, ол бізге өзіміздің немізді бюджетімізге тигізетін пайдасы бар ғой. Сондай ұсыныс бар бізге. Тағы да айтатындарыңыз бар ма? Жалпы сұрақ қойып тұрген. Мен жаңа неге жауап берейін. Мен осы былтырдан бері тек налог төлеп жатырмын осы Мақат ауданына. Мен ана районға төлеп жатырмын, қалаға төлеп жатқан жоқпын. Менің мекемем осы Мақат ауданында бір участоктың бар, Құлсары ауданында бір участок, екі участоктың бар. Сол екі участоктың қалай жұмысты қосып жібереміз. Бірінші очередь осы ауданды қамтамасыз етуімді бірінші ауданға салықтың бәрін осы ауданға түседі. Сырттағы Атырау облысына егер түспейді. Бізде бір жылға 794 мың теңге салық төленді 2024-ке. Бірақ жұмыс бастаған жоқ әлі. Бірақ төленді.
жылға. Жаңа сұрақ, мына енді компанияның жұмысын білмейміз, бірақ дегенмен де ертең жұмыс істеп кеткенде сізде қандай приоритет бар? Мысалы, социальный вопростарға, әлеуметтік сала бойынша, спорттық сала бойынша, медицина сала бойынша, білім саласы бойынша компаниялардың өздерінің программасы болады. Ол сізде бар ма? Ол программаны бастап мен уже төледім. Осы сіздердің алдарыңызда осы футбол командасынан бірінші орын алып республикаға кеткен команда бар екен, осы Мақат ауданында. Соған 2 миллион теңге ақша төлеп, жарыстар алдағы жіберуге демеушілерге сатып қойды. Tanışıp atılmışlar. Bunların coşmalarının uğrumuz. Tanışıp kararsak, müzede korkan işi yok. Buna da rekonstrüksiyizm. Gene özünüzde ifade. Noşakbetin aynı gözü olmazsa, hep bırakat olmalı. Егер нәл болмағанның өзінде онда қайта реконструкцияны қайтадан нету керек қойылды. Ол да қаралған иә. Сондықтан самый главный ол табиғатты қорғау. Халықтың ең бірінші сол. Өйткені сол табиғаттың кесірінен халқымызды ауырып етіп отырғаны осы ауаның ластануынан бәрі де осылай болды. Сондықтан бірінші сол. Енді осыдан көп қауіп болмағасын біз қуанып отырмыз. Бұл ел ішінде жасалып жатқан жақсылық, қуаныштығы бар. Егер жаңағыдай бір жерде бір бұрқасын шығып кетсе, ол сіздерге де жақсы, елдегі халыққа да жақсы. Халыққа да жақсы. Сол үшін енді үлкендердің бірінші мазалайтыны осы сол ғой. Елдің амандығы, елдің тыныштығы, елдің тазалығы. Мінекей, қай уақытта да ол бірінші орында, бірінші кезекте. Сондықтан енді мынау енді істеріңіз оңынан болсын, жоспарларыңыз жақсы екен. Жақсы ел үшін бәрі үшін құтты болсын. Жоба бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Таныстырған. Онлайн режимде қатысқан УПР экология департаменті сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз Гаухар. Департамент экологии. Егер де бүгінгі жоба бойынша сұрақтарыңыз болмаса, онда экологиялық бағалау материалдары бар жер учаскесіндегі ұңғымаларды реконструкциялау және қайта расконсервациялауға арналған ұлттық техникалық жобасы бойынша жүргізілген қоғамдық тыңдауды өтті деп санаймыз. Мана басында айтып кеттім, бүгінгі айтылған ұсыныстар, қойылған сұрақтардың бәрі хаттамаға енгізілетін болады. Яғни екі жұмыс күні ішінде екі порталға жарияланып, сол жерден оқып танысуға да болады. Олай болса, баршаңызға көп рахмет. Бүгін сонымен бүгінгі қоғамдық тыңдауды жарықтық жариялаймын. Сау болыңыз.